Қазақстан Европа мен Азия арасында қалыптасқан көлік қатынастары жолында тиімді орналасқан мемлекет. Тарапшылардың пайымдауынша, аумақтар арасындағы тауар айналымы 2 жылдан кейін $1 триллион жетеді. Егер бұл аймақтар арасындағы көлік қатынасы Қазақстан жерінен өтетін болса, жыл сайын $1 миллиард табыс алып келетіні даусыз. Егер салыстыратын болсақ, бұл қаржыға 80 мектеп пен 32 аурухана салуға болады. Сапалы әрі сенімді көлік жолдары мемлекет аумақтар арасындағы байланысты қамтамасыз етеді. Азаматтардың еркін жүруіне және туризмнің дамуына әсер етеді. Кәсіпкерліктің белсенділігінің артуына жол ашады. Жүк тасымалының негізгі бағыттары Қазақстан жолдарына тиесілі. Олардың қашықтығы 97 мың шақырымды құрап отыр. Жолдардың бір бөлігі 23,5 мың шақырым. Республикалық маңызы бар жолдар. Олар арқылы жүк тасымалының жартысынан көбі жүргізіледі. Жақсы жолдар мемлекеттің тұрақты әрі үлкен табысы, ал жүк тасымалының ұлғаюы мыңдаған аумақтардың дамуына жақсы әсер етеді. Мемлекет жыл сайын 4-5 мың шақырым құрайтын жолдарды жаңадан салып, күрделі жөндеуден өткізеді. 2015 жылға қарай Қазақстанда мемлекеттік маңызы бар 5 мың шақырым жолдарды жөндеу мен жаңадан салу жоспарланып отыр. Бір шақырым жолды жөндеу үшін күрделілігіне байланысты 37-ден 800 мың ақш долларын жұмсалады. Ал бір шақырым жолды қайта құрастыру немесе жаңадан салу үшін 2-4 есе көп қаражат қажет. Салыстыратын болсақ, Ресейде бір шақырым жолды жаңадан салу үшін $4 миллион ақш доллары қажет. Бүгінде Қазақстандағы ең ауқымды жобалардың бірі саналатын Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен іске асып жатқан Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық транзиттік дәлізінің реконструкциясы болып табылады. Бұл жол арқылы Ресейдің батыс шекарасынан Қытайдағы мұхит жағалауына дейін 10 күнде жетуге болады. Дәліздің жалпы ұзындығы КХР шекарасындағы, Қорғаныс Ресей шекарасындағы Мартұққа дейін 2787 шақырымды құрайды. Бүгінде трассаның қайта құруына еліміздің 40 мыңнан астам азаматы жұмылдырылған. Жоба 2015 жылға қарай аяқталады деп жоспарлануда.